Энеолит дәуірінің керемет туындысы бұл Ботай тұрағы. Ботай тұрағын ғылыми айналысқа қосқан Виктор Федорович Зайберт болып табылады. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданына алғашқы рет барлау жұмыстары кезінде ол 1967 жылы болған көне Ботайдың орнындағы төмпешіктерді байқайды. Бірақ қазба жұмыс жүргізу сәті түспейді. Кейіннен 1980 жылдан бастап Ботайды тыңғылықты археологиялық қазба жұмыстары басталып кетеді. Бұл жерде энеолит дәуірінде адамзаттың өмір сүрген және де жылқыны қолға үйреткенін Қазақстанның ғалымдары әлемге дәлелдеп отыр. Бұл тұрақта адамзат 900 жылға жуық өмір сүрген және 160 мыңнан астам остеологиялық жылқы сүйек қалдықтары табылып отыр. Ғалымдар бұл табылған сүйектерді морфологиялық және биометриялық тұрғыда зерттеу жұмыстарын бастады. Бұл жылқыларды біздер 3 типке бөліп қарастырды, яғни жас мөлшеріне қарай. Бірінші ол 3 жас пенен 5 жас аралығы, екінші кезең ол 5 жас пенен 6 жас аралығы және үшіншісі ол 7 жастағы жылқы малдары. Бірақ та бір ерекшелігі Ботай тұрағында жас құлынның, тайдың, жабағылардың сүйек қалдықтары кездеспейді. Кездеспеуінің себебі ол жердегі жылқыларды ботайлықтар қамап баққан және де оның ішінен жас мөлшеріне қарап отырып тағамға пайдаланған деп болжап отыр. Сонымен қоса керамикалық табылған жәдігерлердің ішінде де жылқы малының сүті болғандығын ғалымдар дәлелдеп отыр. Евразия құрлығында Ботай тұрағы жылқы малын алғашқы рет қолға үйретті деп жария салдық. Себебі оған дәлел ретінде Алматы қаласындағы орталық музейдегі Ботай тұрағының коллекциясы басым көпшілігі сол жерде сақталынған. Ол жерде ең алғашқы жылқыға салынған сулықтар, ғылыми тұрғыда айтқанда псалилар, оларды сүйектен жасалған жылқы малының астыңғы жақ сүйектері және де оның ішкі жақ бетін қайраған. Жылқы бас бермей атқан кезде оны ұртына кигізіп, ноқтаны тартқан кезде ұртын ішінен тілетін болған.